Bismillahirrahmanirrahim. Bugün mansub isimlerді бастаймыз. Hafiza Zaydun kitaba desек, ma'nosi ne? Zayd kitapты жаттады. Hafiza жаттады, Zayd kitapты. Bu жерде hafiza деген bir fi'al, ya, is. Zayd сол істі істеуші. Bunu не деп айтамыз? Fa'al деп айтамыз. Әрбір істің оның істеушісі міндетті болу керек. Ал китаба деген не? Китаба деген осы іс әсер етіп атқан нәрсе. Мысалы, жаттау деген нәрсе неге әсер етіп атыр? Кітапқа түсіп атыр. Осы үстіне іс әсер ету үшін нәрсені мәфғул бих деп айтады екен, және ол мансуб болады екен. Мансубтың бірінші орны не? Ең оңайы мәфғул бих. Китаба. Немесе мысалы, ятлубул ақилул илма десек. Ақылды адам ілімді талап етеді. Ятлубу деген бұл фиал. Ақилу оның фаалы, істеушісі, я? Өйткені әрбір істің істеушісі болу керек қой. Илма деген не болады? Осы іс үстіне түскен нәрсені мәфғул бих деп айтамыз. Нені талап етіп атыр? Ілімді. Мынау іс мынаған әсер етіп атыр. Якулу зибу ғанама десек мысалы. Қасқыр қойды жейді десек, я? Зибу якулу деген іс, зибу деген оның істеушісі фаал болады, роф болады. Ал ғанама деген мәфғул бих, ол не болады екен? Насып болады екен.